Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hürmetli bauırlar, Allah subhanahu ve teala qasiyet Ramazan ayında tutab жатқан ораzalarımızı inşallah kabul etsin. Şun mende de bizden ulkan bir düşmanımız var. Barlıklarımız тура жолдан адастырып, жаман істерді істеткізіп жүрген шайтан лағнатуллах. Әрине Рамазан айында баршаларымыз ораза ұстаған кезде үлкен шайтандар кісенделеді деп Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтылған. Дегенмен Алла субханала ва тағала бұл әлемді, дүниені, өмірді сынақ етіп жаратты. Сондықтан толығымен біздерді шайтанның арбауынан босатпады. Сондықтан да әр қайсыларымыз осы оның жолдарын түсінуіміз керек. Қалай ол біздермен жұмыс істейді, қалай ол бізді алдайды. Себебі көптеген пайғамбарлар келді, көптеген пайғамбарлар осы мәселеге байланысты қызмет жасады, адамдарды тура жолға салу мақсатында. Және де шайтан лағнатуллахтың жасап жатқан істеріне қарайтын болсақ, өте оңай жолдарын тауып алды. Ең бастысы, мысалы, адам көп табысын деп риба мәселесі бар. Сонда риба харам болғанмен шайтан лағнатуллах бұл риба емес, бұл табыс. Сен қызмет жасадың, кейін ақша таптың, сол ақша арқылы сен ақша табасың деп адамды азғырады екен. Екінші, қазір көптеген қарындастарымыз, әпкелеріміз, қыздарымыз сондай ұятсыздық киіммен жүріп, мұсылманға лайықты емес істерді жасап жүрген кезде шайтан лағнатуллах келіп айтады екен оларға: бұл сендерді босаттым. Яғни осы уақытқа шейін сендерді қысып ұстады еркектер, міне енді сендерге еркіндік бердім, өйстіп алдап кетеді екен. Және де әр адам сондай алдауға көнгіш болып кетеді екен, сеніп қалады екен. Қасиетті Құран кәрімде мынау Худ алейхиссаламның өмірінен өзінде айтылып жатыр. Астағфирулла билля. Қалал малау лазина кафару мин қаумихи инна ланарака фи сафахатин ва инна ланазуннука минал казибин. Садақаллаху лазим. Қасиетті Құран кәрімде Алла субханала ва тағала айтады, сол Худ алейхиссаламның Ад қауымында болған, және де шайтан лағнатуллах соларға сондай сөздерді салып қойды. Худ алейхиссалам келіп, оларды тура жолға шақырған кезде олар не деді? Біз иман келтірмедік. Біз сондай иман келтірмедік. Және де біз сені көріп тұрмыз, сен нағыз ақмақ екенсің, және де сен өтірікші екенсің деп сөйтіп айтқан екен. Яғни Худ алейхиссалам оларға олардың істердің пайдасы жоқтығына, және де олардың істерінің күнәлі екеніне көз жеткізу мақсатында айтылған насихаттарды олар өтірікке шығарды. Неге? Себебі олардың көздерін шайтан байлап қойды. Мұса алейхиссалам, Харун алейхиссалам, Фирғаунның қауымында болған кезде ол жерде де сондай жағдай болды. Қасиетті Құран кәрімде айтады: Астағфирулла, қалу ин хазани لَسَّاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. Yani Qasiyeti Kur'an-ı Kerim'de бұл жайлы Мұса алейхиссалам және Харун алейхиссалам келіп насихат жасап, Алланың мұғжизаларын көрсеткен кезде шайтан лағнатуллах сол өзгертіп былай істеткізген екен. Сол жердегі адамдар не деді? Сендер сиқыршы екенсіңдер деп айтты. Яғни сендер сиқыршы екенсіңдер және бізді алдамақшы. Осы сөзді жеткізіп, Фирғаунның қауымына не айтты? Мына екі сиқыршы сендердің елдерінен қуып шықпақшы. Сондықтан оларға қарсы келіңдер деп. Яғни шайтан лағнатуллах осылай адамдарды азғырады екен,
алдайды екен. Және де тура жолдан оларды кішкентай нәрсемен не істейді? Шығарады екен. Сондықтан да қасиетті Құран кәрімде көптеген аяттарында баршаларымызды ең басты мынандай нәрседен сақтануды шақырады екен. Ол қандай? Астағфируллах биллах. Вала я'тали улил фадли минкум васса'ати ан ю'ту улил қурба вал масакина والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Сонда иман келтіргендер дейді Аллах Тағала. Сендер шайтанға ермеңдер дейді. Яғни сендер мынандай нәрсе түсініңіздер. Шайтан ол сендерді алдайды, арбайды. Сонда әр қайсыларымыз осы мәселеге байланысты бас тартуымыз керек. Жақсылардан, игілерден, және де жәрдем беруден бас тартуымыз керек. Мискиндерге, мұхажирларға, Алланың жолында жүрген адамдарға көмек жасауға, сондай әрекет жасауымыз керек. Сол арқылы біз не істейміз? Өз-өзімізді мынау шайтанның арбауынан қорғайды екенбіз. Себебі адамды жаман істен қорғайтын қандай нәрсе? Әлбетте, ол көп жақсы іс жасайтын болса, онда жаман іс жасауға оның уақыты болмай қалады екен. Сол сияқты да мына шайтан лағнатуллах, егерде біз оның кішкентай бір қадам басатын болсақ, яғни жақсы амал жасауға уақыт болмай қалады. Сол арқылы біз не істейміз? Адасады екенбіз. Сондықтан да Аллах Тағала не істейді? Бізді ескертеді. Сендер шайтанның жолына түспеңдер. Себебі шынында да шайтанның жолы оңай. Жақсылық жасама, өзіңді ғана ойла. Қазіргі заманға сай. Қазіргі замандағы сай, әсіресе мысалы тәкаппарлық. Алла субхана ва тағала адамдарды әртүрлі қылып жаратты. Мықты қылып, әлсіз қылып, бай қылып, кедей қылып, ақ нәсілді, қара нәсілді етіп, яғни түрлі болып жаратқандықтан адамдардың іс-қимылдары олардың шыққан нәсіліне емес, олардың мансабына емес, олардың байлығына емес, олардың имандарына байланысты болу керек. Бірақ шайтан лағнатуллах келіп айтады, міне сен ақ нәсілді адамсың, қара нәсілді адамдар саған тең емес. Қара адамға келіп айтады екен, ей адам, сен білесің ба, міне басқа адамдар сені адам есебіне санамайды, сен солармен дос болма. Міне керісінше оларды бір зұлымдыққа ұшыратып, оларды қина, олар сенен қорқатындай болсын. Бірақ пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам бұл мәселеге байланысты не дейді? Я айюханнас, ей адамдар дейді. Әла инна раббакум вахидун, ва инна абаукум вахидун. Ей адамдар дейді, біліңдер, сендердің бірақ құдайым бар дейді. Және де бір әкем бар дейді. Әла ла фадла ли арабии аля аджамиин, ва ла ли аджамиин аля арабии. Әне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, және ешбір араб еместен ешбір артықшылық жоқ. Және де ешбір араб еместің арабтың алдында ешқандай артықшылық жоқ. Және де айтады, «Вала ахмара алал асвада, вала асвада алал ахмара, илля биттақуа». Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады, және де қара ақтан жоғары емес, және ақта қарадан жоғары емес. Адамның Алланың алдында жоғары болуы олардың тек қана тақуалықтарына байланысты.
Сондықтан да осы ілім алып, сол ілім арқылы біз не істейміз? Өз-өзімізді қорғаймыз. Шайтанның жолдары өте көп. Егерде оларды еске алатын болсақ, о көптеген адамның бір қиыншылыққа ұшыраған кезде де шайтан лағнатуллах келіп оған айтады екен: міне көрдің ба, айналада сені ешкім ойламайды. Ұрлық істесең, сен өз үшін істемейсің. Сен бала шағаны асырау үшін істейсің. Пара алатын болсан, сен бір бала шағаны асырау мақсатында оны аласың. Сол арқылы не істейді? Адам көптеген харам істерге жол ашып береді екен. Сондықтан да Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Мә зибани جائعان أرسلا في غنام بأفسد لها من حرص المرء على المال والشراف لدينه». Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: екі қасқыр дейді, екі қасқыр жай тұрған бір атар қойдың ішіне кіріп кетсе дейді, олардың келтіретін зияны дейді. Олардың келтіретін зияны байлыққа тырысқан адаммен салыстырған кезде бірнеше есе төмен дейді. Яғни екі қасқыр қойға түсетін болса, қанша қойды қырып тастайтын болса да, бірақ та байлыққа беріліп кеткен адам дінге келтірген зияннан гөрі азырақ болады екен. Неге? Себебі байлықтың өзі көптеген нәрсеге бізді итермелейді екен. Алдауға, арбауға, басқа да істерге. Және сол басқа істермен бізді шұғылдануға әрекет еткізетін кім? Ол шайтан лағнатуллах. Ол ең басынан бастап білуіміз керек. Ол біздің ашық дұшпанымыз. Неге? Құранда не деніледі? Астағфирулла. Инне шайтана лакум адуун фаттахизуху адуа. Иннама яд'у хизбаху лиякуну мин асхабис саир. Әлбетте шайтан сендер үшін дұшпан. Сондықтан оған дұшпан ретінде қараңыздар. Ол сендерді, ол шақырады, өзінің ерушілерді шақырады. Не үшін? Олармен бірге тозақта болу үшін. Яғни оған кім еретін болса, онымен бірге тозаққа түседі екен. Сондықтан да бұл мәселе аса мұқият болу керек. Кезінде Адам алейхиссалам, Хауа анамыз жәннатта болған кезде шайтан лағнатуллах не істеді? Шайтан лағнатуллах айтты Хауа анамызға: міне, мынау ағашты көрдің ба? Бұл ағаштың жемісін көрдің ба? Бұл ағаштың жемісін жейтін болсаң, мәңгі өмір сүресің. Мәңгі өмір сүресінде және де қазір жеткізе алмаған ілімге қол жеткізесің деп айтқан екен. Міне, шайтан лағнатуллах үстіп Хауа анамызды және Адам алейхиссаламды да тура жолдан адастырды. Қазіргі заманда да, мысалы, адамдар шамасына қарамай қымбат зат алады. Автобустың ішіне кіретін болсаңыздар, жас балалар қолдарына 12-ші, 13-ші iPhone, 500, 600 миллион теңге тұратын телефон қолына ұстап жүреді. Ол жаңағы Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, қиямет жақын болған кезде кедей тәкаппарлар көбейеді деген. Міне, кедей тәкаппарлар көбейген заман осы. Және де саран байлар көбейеді. Міне, қазіргі саран байларда ақшаны өртейін, бірақ та адамдарға бермейін деп осылай өмір сүретін болды. Ол барлығы шайтанның арбауына түсу деген сөз. Шайтанның арбауына түспес үшін біз ең бастысы не істейміз? Аллаға берілеміз. Аллаға берілеміз. Қалай?
İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amanu ve ala rabbihim yetevekkelun. Tevekkül arqılı. Qasiyetті Құранда Аллах Тағала не дейді? Әлбетте шайтанға кімдер бағынбайды? Аллаға тәуекел еткендер. Аллаға тәуекел етейік, бір Алла деп өмір сүрейік. Сол кезде шайтанның азғыру жолдары жабылады. Шайтанның азғыру жолдары жабылады, және де Аллаға апаратын жолдары иншалла ашылады. Құрметті жамаат, шайтанға жол бермейік, Аллаға сүйікті құл болайық, Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға сүйікті үммет болайық. Иншалла Рамазан айында көптеген жақсылықтарды жасайық. Жақсылықпен жарысып, Алланың рахымына, Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның шафаатына лайықты болған адамның қатарынан болуға Алла баршаларымызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.